Шәріптің қыстық үйіне еңкейіп екі бүктетіліп кіресің. Маңдайшасы қандай аласа болса, табалдырығы да сондай биік. Қарағайдан қиып салған екі бөлмелі дөңбек үйдің ауызғы бөлмесінен көңнің иісі шығатын. Көктемде төлдеген қозлақтарын осында байлайтын. Төбедегі кішкентай терезеден түсетін күннің жарығы да әлсіз. Сол жақ босағаға брезенттен шымылдық тұтқан. Оны Шәріптен басқа ешкімнің тұруіне қақысы жоқ. Өйткені оның ар жағында самсап тұрған қасқырдың терісі бар. Тұмсықтарынан тізілген қасқыр терісі аласа дөңбек үйдің бойымен бірдей болып, құйрықтары шұбатылып жататын. Шәріп осы өлкеге аты шыққан сұрмерген аңшы. Тегі Тыва жұртынан. Баяғыда Алтай жаққа әлдебір себептермен көшіп келген Ақсоянның ұрпағы. Қазақшаға да судай. Қазақтар мұны қасқыр Шәріп деп атайтын. Алтатарын асынып алған Шәріп жылдың 4 мезгілінде де үй бетін көрмейтін. Үйдегі әйелі, 4 баласы, жалғыз кәрі шешесі өз тіршіліктерін өздері құрап отыра беретін. Бір келгенде ұн шайын әкеп тастайтын. Бұл жоқта үйін талай рет қасқырлар торауылдаған. Адамнан ықпаған қасқырлар күндізде көрініп жүретін. Қораның тау желкесіндегі жалама жартастың биігіне шығып алып, таң атқанша ұлыған түндері де болған. Үйдегілердің зәре-құты қашатын. Байғұс кәрі шешесі таң атқанша бұрқынына сыйынып шығатын. Жалғыз баласы Шәріптің амандығын тілейтін. Өткенде бір дастархан басында кең отырғанда, балам-ау, ес білгеннен бергі ғұмырың аңшылықпен өтіп келеді. Таутасты кезіп аз жүрген жоқсың. Әр нәрсенің шегі болады. Сөзімді тыңдасаң, ақылымды алсаң, осыны енді доғар. Қашанғы тас түбінде отырамыз. Елдің іргесіне жақындап қонайық. Өсіп қалған балаларың бар, соларды ойла. Түздің тағысын сен құртып бітіре алмайсың. Қасқыр киелаң. Кие сатама деп қорқамын деген. Шәріп сонда мырс-мырс күлгенде қойған. Сосын аз ойланып отырып, шешеу, осы менің аңшылығымнан не жаманшылық көрдіңдер? Бізді асырап отырған қасқырдың терісі емес пе деп сөзін сүзбе буаздатып тастай салған. Кешеден бері мылтығының оқпанын, шақпағын сүртіп майлап, ұңғысын тазалап, тағы бір жортуылға дайындығын қамдаған. Ертесіне азық-түлігін жарау торатының қанжығасына байлап аттанып кеткен. Бағыты Ақсу, сайдың шың қуалап суық жел үрлеп тұр. Таудың биік жондарында сіресіп қар жатыр. Аспанда алашуар ғана бұлт бар. Осы аяңымен қаптата жүрсе, түс ауа Ақсудың да алқымын әлініп қалар. Ат үстіндегі жалғыз жолаушыға ой үйірсек болады. Расында анасы байғұс айтқандай, осы бір тірлік мұны да қажытып бара жатқан сияқты. Қасқырдың терісіне бұрынғыдай тапсырыс та жоқ. Әншейін бір ермек демесең, аңшылықтан қайыр шамал енді. Осы сапарынан кейін бір жолата қойсам деген байламға келген. Қасқырдың қалған 10 терісін орыстың шекарасына жақын отырған Тамыр Тастанбек арқылы Жазатыр жаққа өткізіп жіберсем болды деген іш кесебінде ойлап қойған. Кенет ойына алаң-елеңде көрген сұр алды. Осыдан ай жарым бұрын Ақсудың теріскейіндегі Қызылқияда көрген қызыл қасқыр, солаңдап алдын орай жүрген қызыл қасқыр анадай жерге барып шоқиып отырған. Бұл мылтығын оқтап жақындай түскен. Жаяу екен, ойпырмай-ай, атым қайда қалды деп те ойлаған. Жақындаған сайын әлгі қасқыр еркелеп, құлақтарын жымқырып, сабаудай ұзын құйрығын бұлаңдатқан. Енді бір сәт аппақ тістерін ақситып, ырылдаған кейіп танытқан. Жоқ, бұл қасқыр емес екен. Қап-қара ұзын шашын тарап отырған қызыл көйлекті қыз екен. Сондай сұлу, бала ғашығы Арунаға ұқсайтын сияқты. Ұқсайды емес, дәл өзі. Оны көрмегелі қай заман. Бұл кезенге мылтығын жанына жай алып жақындай берген сол еді. Қыз дәу қасқырға айналып тап берген. Бұл жан ұшырып айқай салған. Өз даусынан шошып оянған Шәріп аунақшып ұзаққа дейін ұйықтай алмай жатты. Күн екіндіге еңкейіп қалған кез.
Ақсудың даласын түгел тінтіп шықты. Қызыл қасқыр көрінбеген. Тастың түбіне отырып жүрек жалғаған Шәріп тор атына қайта мініп, тіп-тік шағылдың етегінен айнала бергені сол еді. Аты оқыс осқырынып, сол жағынан үркіп қалған. Есікпен төрдей болып созылған қызыл қасқыр, мені көрдің бе дегендей асықпай қозғалып, тепсеңге қарай кетіп барады екен. Бұл жалма-жан мылтығына жармасқан. Мүлт кетті. Бірінші оқ шаңқ етіп тасқа тиді. Атынан ырғып түсіп жүрелей отырған қалпы құлақ шекеден көздеген. Оқ дарыды, бірақ құлақ шекеден емес, бел омыртқадан тигендей болды. Қиралаң етіп бір құлап түсті де, қайтадан бойын тіктеп алып, қанжардай тістерін ақсита ілгері шапшыған. Бұл соңына түскен. Әпсетте шағылды әрөрлей тырмысқан қасқыр сандықтай тастың тасасына жоқ болған. Аңшы қасқырдың оң жағын орай шағылға тіке тартқан. Бұл енді шағылдың үстіне көтерілгенде, қасқыр бұдан да қия күдірге қарай өршелене ұмтылған. Қайраты әлі мықты секілді. Ұлы кеудесіндегі күш пен ыза оғызып кеткен белі мен бөксесін биікке қарай тартып барады. Сыңғайраған аңшы да соңынан қалар емес. Оңтайы келсе енді бір оқпен жайратып салмақ. Бірақ қапысын таппады. Тағы бір оғы зая кетті. Қолы дірілдеді, әлде көзі бұлдырады. Бұрын мұндай жоқ еді. Екеуі де беріспеске бекінген. Анау тұрған биік шыңға қарай жанталаса ұмтылған қасқыр бұған алдырар емес. Етекке қараса аты көрінбейді. Жартастың тасасында қалған болу керек. Қызыл қасқыр күртік қарға малтығып, шыңның мұзды беткейіне қарай өршеленіп барады екен. Ол да бір сәт дамылдағандай болған. Тұлыптай басын көтеріп, бөксесін қарға малып отырды. Осыдан оңтайлы сәт табылмайды. Әнтек арақашықтық бір шама алыс. Шәріп дымын ішіне тартып ұзақ көздеген. Алтатардың гүрс еткен даусы тауды жаңғырықтырды. Тиді, жоқ тиген жоқ. Аңшының көзі бұлдырап кеткен. Жалп етіп құлаған секілді болған қасқыр созалаңдап қайта тұрып, мұзды шағылға жабысып қалған. Бұдан әрі өрмелеу аңшының өзіне де қауіпті. Сүт пісірім уақыт мұзға жабысқан қасқырды аңдыған. Тырп еткен жоқ, өлдіге санаған. Арасында бел омыртқасынан жараланған қасқыр құлақ шекеден тиген соңғы оқтан мерт болған. Екі аяқты пендеге терісін алғызғысы келмеген ол, Алтайдың мәңгі мұздығына дейін жетіп, сонда жан тәсілім етіп еді. Мұзды шағылға жармасқан қалпы, от шашқан көкшіл көздерінде Алтайдың қысқа ымырт кеші талаурап батып бара жатқан көп күрең күн аунап түскен болатын. Таудың ішін қараңғылық қымтай бастаған. Аяғы тайып жазатайым шағылдан құлаған аңшы мылтығынан айырылып, оң аяғынан майып болып үйіне әзер жеткен. Шор болып біткен аяғын ақсаңдай басып, отбасында отырып қалған. Арада 6 жыл өткен. Бұлайғы жұрт Шәріптің аңшылығында ұмыта бастаған. Шәріптің өзі де ескі досы ғой, үлкен ұлын жұмсап, қорым тастың арасында қалған мылтығын алдыртқан. Ол содан бері төсегінің тұсында ілулі тұрған. Аңшылықпен бірге Шәріптің үйінде тіршіліктің де кетеуі кеткен. Шешесі о дүниелік болды. Торатын былтыр қасқыр жаукемдеп кеткен. Тобан аяқ Шәріп жаяу қалған. Мұңшылық пен жоқшылық меңдеткен баяғы аңшы ескі мылтығын иығына іліп, бұзаулы сиырын қыстауына қарай жаяу айдап шыққан. Кеш түсе ілінемін ғой дегені бекер болды. Күздің ызғары мұртық аяғын қақсатып жүргізбеген. Түн қараңғысында қалған. Көзге түртсе көргісіз. Тішке сайдың аузында мұны үйірлі шибөрлер қамаған. Ескі мылтық от алмаған. Бұзаулы сиыр түн ішінде мөңіреп қыстауға өздері келген. Ертесінде Шәріптіз деген адамдар тішке сайдың аузында бұтаға ілініп қалған оның екі етігінің үстінен түскен. Шәріптен басқа жұрнақ та белгіде қалмапты. Қасқыр адамның алақанмен табанын жемейді деуші еді. Ол бекер екен. Әлде шибөрлерге бәрібір ме? Қаптаған шибөрлер ескі мылтықтың ағашында қажап,
кеміріп кеткен екен. Осы кезде шибөрек айналған Шәріптің рухы мөлиіп қарап, жалпақ қара тастың үстінде отырған болатын. Бірақ оны ешкім де көре алған жоқ еді. Ерболат Баятұлы.